Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Алдарыңызға қысқа әңгімелер рубрикасын ұсынамыз. Жолдасыммен мен басқа филиалға іс-сапарға барғанда таныстым. Алғашында коллегалар сияқты араластық. Содан қызығушылықтарымыз бір екенін білдік. 2 жылдан соң той жасадық. Тағы 5 жылдан кейін ата-ана атандық. Декретте болсам да бір амалдап ақша табуға тырысамын. Бірақ 2 жасар егіздермен оңай емес. Жолдасым карьерасын жақсы жасап жатыр. Финанс тұрғысынан бізде бәрі жақсы. Бірақ соңғы кездері жолдасым шектен шығып кетті. Сол күні таңертең үстім су балаларға ботқаларын алып жүгіріп жүрдім. Бір жағынан күйеуіме таңғы ас жасап жатырмын. Маған деген жолдасымның бір түрлі көзқарасын байқадым. Не боп кеткенсің? Ең болмағанда шашыңды тарасаң қайтеді? Макияжбен шаш тарауға 5-ақ минут кетеді ғой. Сол қиын болды ма? Мен қолымдағы қасықпен ескерткіш сияқты орнымда қатып қалдым. Мәссаған, бұны кім айтып тұр? Бірнеше жыл бойы балалы болайық деп жүрген адамнан естіп тұрмын. Ал күйеуім болса, түк болмағандай, көйлек пен биік өкшелі аяқ киім арасында кисең болады ғой. Мен сендер үшін демалыссыз жұмыс істеп жүрмін. Мені бір қуантып, әдемі болып жүрсең болмай ма? Ішімде алай-дүлей болып жатса да, жақсы дедім. Менің бұрынғы кезімді көргің келеді екен, олай болса ең оңайынан бастайық. Мен өзімде ойлап жүрген едім. Олай болса, бүгін дүкен аралап, 10 түрлі биік өкшелі аяқ киім аламын дедім. Жолдасым мәз болып кетті. Олай болса, жұмыстан бүгін ертерек келу керексің. Сені үйде күтемін. 5 минутта кешікпейтін бол, дедім. Бірақ ақшаны маған қазір аударып қой. Егерде ұмытып кететін болсаң, жинап жатқан ақшамыздан алатын боламын. Күйеуім бұған дайын болмаған сияқты. Таң қалып қарап тұрды. Тоқтай тұр жаным-ау, қандай ақша? Сенің өзіңе де түсіп тұратын ақшалар бар. Сол жерден ала бер. Өзіңді арасында биік өкшелі аяқ киім, әдемі киіммен еркелеткің келмей ме? Деді. Жоқ жаным, еркелеткім келмейді. Менің киімім өзіме ұнайды, бірақ саған ұнамайды екен. Сондықтан да қазір маған 150 мың жібер. Және де маникюрімді да жаңартайын. Күйеуім орнынан атып тұрды. Бүгін істейтін шұғыл шаруалары бар екені енді ғана есіне түскендей. Тіпті түскі ас салынған контейнерді де ұмытып кетті. Ал мен болсам, ойша сауда орталығында қолымда кофе, киім қарап жүрмін. Жолдасым кешкі 6-да келді. Бірақ бұл мені тоқтата қойған жоқ. Пальтомды киіп тұрдым. Бетінен сүйдім де, кеш келемін. Құрбыммен кездесеміз деп келістім дедім. Ол өте таң қалды. Таң қалған түрін көру маған сондай ұнады. Құрбым екеуміз салонда маникюр жасаттық. Соңғы болған жаңалықтармен бөлістік. Асықпай дүкен араладық. Мен 10 шақты аяқ киімді киіп көріп, өте көңілді болдым. Үйге түнгі 12-де келдім. Алдымнан ашулы күйеуім шықты. Футболкасы кір-кір. Ұлдарымыз ұйықтамаймын деп, әкелерінің үстіне сүт төккен екен. Күйеуімнің бетінен қақтым да, келесі аптада жаңа көйлек іздеуге барамын дедім. Күйеуім суық демін алып, келіскендей болып басын изеді. Өзіне де сол керек. Адам жақындарына ондай ауыр сөз айтпауы керек. Және де балаларын тәрбиелеп отырған, тамағын істеп отырған әйелді бағалау керек. Бүгінгі қысқа әңгімеміз аяқталды. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.